бір нәрсені өте жақсы түсініп алу керек. Егер бір жетістікке жеткің келсе, міндетті түрде кішкентай болса да күнделікті қадам жасап тұруың керек. Адам негізі түсіне бермейді кішкентай қадамдардың қаншалықты күші қуатты екенін. Бірақ бастап істесең, бір нәрсені күнделікті қайта істей берсең, алып келгенде соңына таман үлкен нәтижеге қол жеткізесің. Ол 100%. Және де бұл өмірде адамға ең мықты көмек беретін заттардың бірі шығар. Адам күнделікті бір нәрсені істеу арқылы орасан зор жетістікке жеткен кезде өзінің қолынан келмейтін нәрсе жоқ екенін түсінеді. Әрине, бастапқыда ол өте қиын болады. Білмеген нәрсені үйрену, миды жаттықтыру басында өте қиын. Бірақ аз ғана қадамнан күнделікті істеп тұрсаң, соңына таман деп айтқаным да дұрыс емес шығар. Себебі бұның шегі мен шеті жоқ. Бір нәрсеге қол жеткізіп, нағыз шебер болғаннан кейін екінші іске жол ашылады. Сондықтан бұл тек қана жетістікке жетудің жолы емес, адамның өзін бақытты сезінудің де үлкен бір ерекше таптырмас жолы.